Сәлем балалар, 3 сынып қазақ тілі 35-36 сабақтар. Бақылау диктанты тақырыбы. Бүгін біз бақылау диктантын жазатын боламыз. Бақылау диктантының тақырыбы күз. Олай болса диктантты мұқият тыңдап алайық. Елімізге алтын күз келді. Күн қысқарып, түн ұзарып келеді. Ауа райы да суыта бастады. Жануарлар мен өсімдіктер қысқа дайындалып жатыр. Құстар жылы жаққа ұшып кетуде. Ал жәндіктер үндеріне жайғасып қысқа дайындалып жатыр. Ағаштардың жапырағы сары түске еніп, жерге түсуде. Диқандар өз өнімдерін жинауда. Бұл мезгілде адамдар да жылы киініп, қыс мезгіліне дайындық жасайды. Балалар, мұқият тыңдаған диктант негізінде мына тапсырмаларды орындаймыз. Дәптеріңе ағаштар, жәндіктер сөздеріне дыбыстық талдау жаса. Екінші тапсырма. Мәтіннен антоним сөздерді тауып, жазып қой. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар, және де осы каналға тіркеліп алыңдар.